Сәлем достар, бұл видеода мен сіздерге доллармен ақша табудың топ 5 жолын түсіндіретін боламын. Доллармен ақша табу әр қазақстандықтың көкейінде жүрген бір арман деп ойлаймын. Себебі біз Қазақстанның ұлттық валютасының жағдайын білеміз, жылдан жылға ол инфляцияға ұшырап келе жатыр. Кейбір кездері девальвация болады. Теңгенің құны күннен күнге түсіп келе жатыр. Кезінде доллар 100 теңге болды, 150 теңге болды, 188 болды, сосын бірден 250 болып кетті. Жайлап қазір 430-ға келді. Негізінде мамандардың айтуы бойынша бұл 430 деген курс қолдан жасалған курс. Теңге свободное плаваниеда деп айтады, бірақ негізінде ол олай емес екен. Негізгі құны өте төмен екен қазір теңгенің. Девальвацияға байланысты кейбір адамдардың жалақылар көтеріледі, бірақ көп адамның жалақысы өйтіп көтерілмейді. Көп адамның жалақысы сол бір қалыпты қалып тұр. Бірақ біздің алатын тамағымыздың, алатын техникаларымыздың құны доллармен есептеледі. Сондықтан біздің ақшамыз күннен күнге ол нәрселерді алуға жетпей қалып жатыр. Сондықтан меніңше сіз доллармен ақша табуды үйренсеңіз, сізге бұл өте жақсы бір мүмкіндік бар. Себебі теңге девальвация болсын, инфляция болсын, сізге ол қатты әсер етпейтін болады. Себебі сіздің жалақыңыз доллармен. Сондықтан егер бұл видео қызық болса, әрі қарай қараңыз. Бірақ ең бірінші мен сізге Герни қаласының набережкасын көрсеткім келіп тұр. Сонымен кеттік. Сонымен доллармен ақша табудың топ 5 жолы. Номер 5 бұл интернеттен контент шығарып, жарнама қою арқылы ақша табу. Бұған ең оңай мысал ол YouTube платформасы. YouTube'тан контент жасайсыз, сосын сіздің көрермендеріңіз көбейеді и реклама арқылы ақша табасыз. Мен мысалы танитын блогер бар, 100 мың подписчигі бар. Сол үшін ол айына шамамен $150 алады. Теңгемен шаққанда ол 60 мың теңге. Басқа бір қазақ блогер бар, миллион подписчигі бар, ол айына $1,000,000 теңге алады. Ол шамамен $2,300. Яғни жетуге болатын нәрсе, неге жетпеске. Осы 5-ке басқа интернет ресурста жатады. Мысалы бір интернеттен сайт ашасыз, блог болсын, сайт болсын, ішіне контент шығаратын боласыз. Мысалы жаңалықтар сайты болуы мүмкін да ол. Бірақ бұл жол әрине ұзақ жол, сіздің ақша табуға оған сізге көбірек уақыт кетеді. Себебі ол сайтты продвигать ету керек, танымал болу керек ол сайт деген сияқты. Мен мысалы білетін бір сайт бар, сұрақжауап.kz деген. Олар бұрыннан ашық, бұрыннан жасап келе жатыр. Олар бір жақсы метод қолданған. Яғни автор контентті өзі жасамайды да, адамдар өздері жасайды ол жерде контент. Мысалы сұрақтарын қояды, адамдар өздері жауап береді. Сонымен сайт өз-өзіне автоматически контент создавать ете береді да. И қазір мысалы реклама қойды, сол арқылы яғни ақша тауып жатыр. Бұл 5-ші жолдың артықшылығы сізге ағылшынша білу қажет емес. Және тағы бір артықшылығы ол пассивті табыс. Яғни сіз жұмысыңызды жасайсыз кез келген уақытта, және ол ақша әкеліп тұра береді. Яғни сіз жұмыс жасамаған уақытта да ақша сізге түсе береді. Номер 4 бұл цифрлы контент жасап, оны сату арқылы ақша табу. Яғни сток сайттар бар ғой, сол жаққа сіз өзіңіздің салған суретіңізді немесе түсірген фотоңызды немесе видеоңызды саласыз да, соны адамдар сатып алған үшін сіз ақша тауып тұрасыз. Бұл да доллармен ақша табудың өте бір жақсы жолы, себебі бұл да пассивті табыс, яғни сіз суретіңізді бір саласыз, және ол өзі сатылып тұра береді, сізге ақша түсе береді. Және бұл жерде де сізге ағылшын білу керек емес. Мысал ретінде айтып кетейін, екі сайты shutterstock.com, ол жерге фото, видео салуға болады, және etsy.com деген бар, ол жерде салған суретіңізді сатсаңыз болады. Ол жерде адамдар сол суретті ұнатса, заказ береді да, ол сайтта распечатка жасап, картинка ретінде сатылады сіздің жұмысыңыз. Негізі осы 4-ші мен 5-ші жұмыс өте ыңғайлы жұмыс, себебі сіз өзіңіздің өміріңізді өзіңіз реттейсіз. Керек кезде жұмыс жасайсыз да, өзіңіз уақытыңызды жоспарлай аласыз. Және жұмыс жасамаған уақытта да сізге ақша түсіп тұратын болады. Яғни өзіңіздің лайфстайлыңызды өзіңіз таңдайсыз. Және бұл өте флексибл бір жұмыс. Енді қалған 3 жолды көрсетпес бұрын сіздерге 2-ші набережканы көрсетіп жіберейін. Доллармен ақша табудың 3-ші жолы бұл шетелдік компанияға жұмыс жасау. Яғни сіз Қазақстанда отырып, шетелдік компанияға жұмыс жасау арқылы доллармен ақша таба аласыз. Бұл 3-ші жол өте жақсы бір жол деп ойлаймын. Себебі осы жұмыс арқылы сіз жақсы ақша таба аласыз, және бұл табысыңыз стабильный болады. Яғни сіз ай сайын зарплата алып тұрасыз. Бұл 3-ші жол ол удаленно интернет арқылы жұмыс жасай алатын мамандықтарға арналған. Яғни программист, дизайнер болсын, басқа неше түрлі мамандықтар бар.
удаленно жұмыс жасауға болатын. Бұл сол мамандықтарға арналған. Ол үшін сіздерге ең бірінші тәжірибе керек, яғни шетелдік компаниялар мол тәжірибесі бар адамды алады жұмысқа. Екіншіден сізге ағылшынша керек. Ағылшынша енді сізге мамандығыңызға байланысты. Мысалы, сіз программист болсаңыз, сізге интермедиат жеткілікті болады. Яғни 3 требования бар. Біріншісі ол жұмысын удаленно жасай алатын болу керек. Екіншісі сізде жақсы тәжірибе болу керек, және үшіншісі ол сізде ағылшынша болу керек. Меніңше осы жол өте жақсы бір жол, себебі сіз жұмысыңызды тоқтатпай осы жолға жете аласыз. Яғни сіз ең бастысы қазір жақсы маман болуға тырысуыңыз керек, өзіңізге жоспар қоюыңыз керек. Мен осы 2-3 жылдан кейін мен шетелдік компанияға удаленно жасаймын, сондай мақсат қоямын деп өзіңізге мақсат қойсаңыз, яғни оған жете аласыз. И параллельно ағылшыншаңыз жетпей тұрса, ағылшынша курсқа барып, өзіңіздің ағылшыншаңызды жақсарта бересіз. Енді номер 2-ші жол бұл иммиграция. Яғни сіз Канада, Австралия, басқа елдерге көшу арқылы, иммиграция жасау арқылы ол жердегі үлкен зарплатаға қол жеткізе аласыз. Ол жерде сіз яғни доллармен ақша табасыз. Қазір бұл елдерге иммиграция жасаудың көп жолдары бар. Бұл елдерде яғни адам саны аз болғандықтан, мамандар керек болғандықтан өздеріне осылай иммиграция жасайтын адамдарды қалайды. Бұл мемлекеттердің иммиграция жасайтын көптеген программалар бар. Бұл 2-ші жолға сізге кеңесім, сіз тәжірибе жинаңыз. Яғни Қазақстанда жүріп, өзіңіздің мамандығыңызды жақсылап жетілдіріңіз. Жақсы маман болыңыз. Сол кезде осы елдерге иммиграция жасау өте оңай болады сізге. Бірақ параллельно міндетті түрде сіз ағылшыншаңызды жетілдіруіңіз керек. Яғни қосымша курсқа барып, ағылшыншаңызды жақсартуыңыз керек. Қысқаша айтатын болсам, просто интернеттен қарайсыз, Канада мен Австралияға иммиграция жасау үшін не керек деп. Сол требованияларды өзіңізге түртіп аласыз да, соны орындауға тырысасыз. Яғни негізінде жасауға болады. Кез келген адамның қолынан келеді, өзіңізге мақсат қойсаңыз болды, соған жете аласыз. Енді доллармен ақша табудың номер 1-ші жолы бұл фрилансер болу. Бұл жолда мен бірінші етіп қойдым, себебі бұл жолға тезірек баруға болады. Яғни сізде бір 1-2 жылдық тәжірибеңіз болса, және ағылшыныңыз pre-intermediate болса, уже сіз бастап кете аласыз. Уже сіз фрилансер болып, доллармен ақша таба аласыз. Доллармен ақша табатын 2 платформа бар, ең әйгілі. Бұл біріншісі ол Upwork, upwork.com, және екіншісі Fiverr деген. Мен өзім Upwork'та жасадым, және ең бірінші табысымды сояқтан көрдім. Мінекей достар, доллармен ақша табудың топ 5 жолын мен сіздерге түсіндірдім. Егер көбірек информация керек десеңіз, жазыңыздар. Мен кішкене зерттеу жасап, осы 5 пункттың әрқайсысына кіріп, сізге көбірек мағлұмат беретін боламын. Сіздерге бұйырса номер 1-ші жол, банағы фриланс жолы туралы толығырақ информация беретін боламын. Бұйырса өзім қалай ақша таптым, қалай мен ақшаны Каспи Голдыма шығардым, соның бәрін сізге көрсететін боламын бұйырса. Достар, сіздерге бір өтініш бар. Бұл контент, бұл формат туралы өз пікірлеріңізді білдірсеңіз, төменде жазып кетсеңіз, осындай формат сізге ұнай ма немесе ұнамай ма, өз пікірлеріңізді білдіріп жазып кетсеңіздер төменге. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Алдағы видеоларда кездескенше.